Ән жазу барысында Естай Әлекеев ағамыз көп ізденетін үлкен ой иесі екенін аңғартады. Мысалы, қасиетті аналарым деген ән сөзінде қазақ аналарының басында тұрған абыз алла есімдерін әдемі жеткізе білген. Уа шығыстың шайыры деген Мұхтар Әуезовке арнауында уақыт өткен сайын Әуезов әлемінің биіктей беретінін және сол биіктікте ризалықпен қарайтындығын жеткізе білген. Қазіргі қазақ әдебиетінің алыбы Шөнішбай Сариев ағамызға арнаған арнауында өзім болды өнерде жаңа шырым жалғызым, данышпаным аман бол, ақ сұңқар кием аман бол, ақ бата берген абызым деген өлең шумақтарында аға деген ризашылығы, рахметі және ақ батаның құдіреті көрініс табады. Сағынып жүрмін бәрімді, жасымды және кәрімді, шашу шашқан сендерге қабыл ән осы әнімді деген кітаптың соңғы беттерінде ауылдан келе сала ауылды сағынған ақынның өлеңі ән болып туындап, ел орындап жүрген әдемі сағынышқа айналған. Кітаптың соңғы беттегі нүктесін әрбір жақсы істі Алла ризашылығы үшін бастаңдар және Алла риза болып ететіндей тәмамдандар деген түйінмен тұжырымдаған. Алла разы болсын Естай аға. Рахмет.